Саламатсыздар ма әріптестер? Сіздерге қашықтықтан оқытуда қолданылатын тиімді платформалардың бірін көрсетемін. Ол Google Meet. Қызметі нақты пайдалану туралы нұсқау бермес бұрын түсіндіріп берейін. Google кездесу деген не? Және оның бүгінгі видеоконференциялардың басқа шешімдерінен қандай айырмашылығы бар? Google Meet бұл қолданушыларға жиналыстар мен жоспарланған онлайн сабақтар мен қосымша кеңес беру кездесулеріне, бейне конференцияларды тез әрі оңай құруға және қатысуға мүмкіндік беретін Google жасаған бағдарлама. Google Meet қызметін пайдалану үшін компьютерден жүктеудің қажет жоқ. Ең бірінші Google Meet сайтына ашамыз. Google Meet жұмыс жасау үшін Gmail аккаунты жеткілікті. Конференциямызды бастау үшін кездесуді бастау түймесін басыңыз. Осыдан кейін біз қызметті көрсету сайтына ауысамыз. Конференцияны бастағаннан кейін терезе пайда болады. Онда шақыруға сілтеме көрсетіледі. Оны көшіру үшін деректерді көшіру батырмасын басыңыз. Көшірген сілтемені WhatsApp, Telegram арқылы сабақ өтетін топтарға жібересіз. Оқушылар сабаққа қатысу үшін сізге осындай хабарлама келеді, және сіз көруге рұқсат беріп немесе бас тарта аласыз. Бұл керемет мүмкіндік. Ол конференцияны қатысушылардан бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруіне қорғайды. Егер кенеттен деректерді көшіру батырмасын жоғалтып немесе шақыру сілтемесін сақтамасаңыз, онда жиналыс туралы ақпарат бөлімінен таба аласыз. Конференцияны кезінде сізге микрофон мен камераны қосу, өшіру қажет болуы мүмкін. Микрофон әрдайым сөйлейтін адамға ғана қосылу тұрғаны жақсы. Әйтпесе бөгде шу пайда болады, және бұл конференцияға кедергі келтіреді. Микрофонны камераны ауыстыру үшін панельдегі сәйкес белгіні басу керек. Егер белгіші ақ болса, құрылғы жұмыс істейді. Егер қызыл болса, бұл оның өшірілгендігін білдіреді. Экранды бөлісуді қалай жасауға болады? Ол үшін көрсетуді бастау панелін басып, не көрсететініңізді таңдайсыз. Сіздерде толық экранды көрсету, терезе, қойынды шығады. Толық экраныңызды көрсеткіңіз келетін болса, толық экранның батырмасын басасыз. Егер сабағыңызды слайд арқылы көрсететін болсаңыз, ең алдымен дайындаған жұмысыңызды ашып қоясыз. Содан кейін терезе панелін таңдап, жұмысыңызды таңдап, бөлісу батырмасын басасыз. Егер интернет жүйесіндегі қандай да бір видео немесе сайт көрсету үшін қойынды басып, көрсететін сайттарыңызды бөлісу арқылы таңдап, бөлісу батырмасын басасыз. Қатысушылар саны конференцияның жоғарғы оң жақ бұрышында көрсетіледі. Егер қатысушылар белгішені бассаңыз, онда қатысушылар тізімі бар панель ашылады. Жиналыс жасаушы қатысушыларды басқара алады. Мысалы, белгілі бір қатысушының негізгі экранға бекіту үшін қосымша әрекет белгісін батырмасын басып, экранға бекіту белгішесін басасыз. Басқа қатысушылардың дыбысын өшіру үшін микрофон белгішесін немесе осы жиналыстан алып тастау үшін қосымша әрекетке барып, кездесуден өшіру белгішесін басасыз. Қатысушылармен бірге бағаның оң жағында конференцияны барлық қатысушыларға қатыса алатын сөйлесу белгішесі орналасқан. Конференцияны қалай аяқтауға болады? Конференцияны аяқтау үшін төменгі панельдегі микрофон немесе камера белгіштерінің арасындағы қызыл телефон қабылдағышты басасыз. Назарларыңызға рахмет.